Қазақ әскерлерінің атқарған негізгі қызметі. Қазақстанда және онымен шектес аумақтарда 4 қазақ әскері болды. Олар Жайық, Сібір, Орынбор және Жетісу қазақ әскерлері еді. Қазақтар әскери қызмет атқарумен қатар әскери инженерлік бекініс құрылыстарын, жолдар мен көпірлер салуға және оларды жөндеуден өткізіп тұруға міндетті болды. Олардың міндетіне орманнан ағаш кесу және оны тасып жеткізу, пошта қатынасы көліктерін қорғаудағы қамтамасыз ету де кіретін. Қазақтардың патша үкіметінің әкімшілігіне шын беріле адал қызмет ету үшін оларға ең таңдаулы құнарлы жерлер бөлінді. Қазақтарға бөлінген жер телімі Ресейден қоныс аударып келген шаруалардың жер телімімен әлде қайда артық болды. Қазақтардың сонымен қатар тұз кәсіпшіліктерін, ормандарды, өзендер мен көлдерді пайдалануға да ерекше құқықтар болды. Ресей империясының аумағындағы қазақ әскерлерінің атқарған негізгі қызметі орыс армиясының шетелдерге жасаған жорықтарына қатысу. Бұл бір. Екіншіден, ұлт-азаттық көтерілістер, шаруалар мен жұмысшылардың көтерілісін аяусыз басуға белсене қатысу. Үшіншіден, Ресейге жаңа жер қосып алуға белсене қатысу. Төртіншіден, шекараны қорғау. Бесіншіден, бекініс құрылыстарын салуға қатысу, полицейлік қызмет атқару. Қазақтар әскери қызметке өз қару-жарағымен, киім-кешегімен, азық-түлігімен, өз атымен шығатын. 1835 жылға дейін қазақ әскери қызметі өмір бойы жалдану тәртібімен атқарылатын. Кейінірек Ресей империясының барлық қазақтар үшін әскери қызмет мерзімі 30 жыл болып белгіленді. 19 ғасырдың орта кездегі соғыс уақыттарында Ресей қазақтары 160 мыңға дейін жауынгер жасақтай алатын. Қазақтар қатары олардың табиғи өсуі есебінен ғана емес, сонымен қатар бұл топқа орыс шаруаларын қабылдау арқылы да арта түсті. Қазақтардың әсіресе Сібір қазақтары құрамы тұтқынға түскен швед, француз, поляктардың есебінен де толығып отырды. Қазақтардың қатарына орыс емес халықтардың өкілдері татар, башқұрт және қалмақтар да қабылданды. Қазақтар мен қазақтар арасындағы қарым-қатынас әртүрлі қалыптасты. Бір жағынан олардың арасындағы тауар алмасу өріс алды. Тіл және мәдениет саласында жақындасу нығая түсті. Ал екінші жағынан болса, өзара әскери қақтығыстар жиі болып тұрды. Ондай шиеленісті оқиғалардың негізгі себебі жер дауына байланысты күрес еді. Бұл жағдай қазақтардың казак бекініс қамалдары мен станцияларына шабуыл жасап тұруы себеп болды. Өз кезегінде қазақтарды жазалау экспедициялары құрамында қазақ ауылдарына шабуыл жасап жүрді. Жайық, Орынбор, Сібір және Жетісу қазақ әскерлері қазақ халқының ұлт азаттық көтерілістерін аяусыз басып, жаншуға белсене қатысты.